Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздер Телеграм қазақстан арнасына қош келдіңдер дейміз. Ең алдымен каналға жазылып, лайк басуыңызды жалғастырамыз. Бүгін мен өзіме ерекше тақырып, өзіңе сенбесең ешкім сенбейді деген тақырыпта айтқым келіп тұр. Мысалға, сен өзіңе сенесің бе деген сұрақты қойып көрсек, көп адамдар кейбір кезде сенбейді. Менің өзімде кейде сенбеген нелерім болады. Бірақ та маған ешкім сенбесе де, сен өзіңе сенуің керексің, әрекет етуің керексің. Мысалға, мен осы жылы Турцияға барам деп армандап қойдым, мақсат қойдым. Мақсат дегенде оған жету жолдары көп қой, бірақ оны орындалам сен білмейсің ғой. Соған әрекет ету керек. Сен өзіңе сеніп барам деп дәбет етсең, өзіңді сол орындалады. Өзіңе сену жетістікке апаратын ең басты қадам. Мысалы, біз кеше қорқыныш жайлы айттық, қандай не жайлы айттық. Негізі ең бастысы өзіңе сенсең, кез келген зат кедергі саған жеңіл болады, оңай болады, оңай жолмен шешіледі. Сен мысалға өзің әрекет жасағанда сен біреу мені көрсін деп жасама, өзің үшін жасау керексің. Біреуге ұнау үшін жасамау керексің, өзің үшін жасау керексің да, и ол өзің сенімділігіңді арттыру керексің. Әлем саған қарыз емес. Мысалға, ешкім сені күтпейді, ешкім сені көтермейді. Сен күтіп отпайды. Мысалға, мынау жұмыс бар еді, сен кешігіп келе жатсаң, сен кейде кетіп қалады, шыдай алмайтын сен да. Ол сені күтуге міндетті емес, сен белгілеген уақытта бару керексің деген сияқты. Сен әрекет етпесең, ешкім көмектеспейді. Мысалы, біз әрекет жасаймыз, бірақ ешкім көмектеспей жатыр, ешкім қолдамайды, несемейді. Бірақ сен өзіңе сеніп тұрсың, главный, осы дұрыс деп. Соның нәтижесін болашақта көресің. Өзіңе сену әрекет етудің бастамасы. Өзімізге сенген кезде бір нәрсені аламыз, бастаймыз, әрекет жасаймыз, ниеттенеміз, дұрыс ниеттену керек та. Қорқыныш болады. Любой адам бастаған кезде қорқыныш болады, күмән болады. Өзіңнен қорықпау керексің. Сен басқалардың ойынан қорықпау керексің. Өз ойың өзіңмен жүру керексің. Біреулер айтады, қолынан келмейді деген кезде сен сындыруың мүмкін, бірақ сен сынбауың керексің ғой. Бірақ олардың бәрін жеңу керек. Қорқыныштың бәрін жеңу керек, алып тастау керек. Мысалға, мынандай бүгін сенген жоспарларды құрдыңыз да, соған жасай алмаймын, алдын тұра алмаймын, қорқыныш болса, уже оны қорқыныштың жеңу үшін алдын ала әрекет жасау керексің. Қорқынышты тоқтау үшін емес, алға жылжу үшін қолдану керек. Мысалға, бүгін сен бастайын деп жатсың да, қолыңнан келмейді ой деп ой келеді. Кез келген істі бастайтын кезде қолыңнан келмейді ойдан ой келеді, дұрыс па? Сол кезде сен парақ ал да жаз. Мынандай қорқынышың бар, сөйтіп соны ал да мұж лақтырып тастап болды. Ол сенің қорқынышың сонымен бірге кетіп қалады. Бір қадам жасау керек. Любой кезде қадам жасау керек. Мен барлық шағымда айтамын, әрекет жасасаң өмірің өзін өзгертеді. Мысалға, өмірің өзгереді. Мына видеоларды түсіріп отырмын да, мен өзімнің өмірімде болған заттарды өзгерткім келеді, дамығым келеді, басқаша адам болып көргім келеді. Бірақ мен деген уақыт көремін. Мысалы, сіздер көресіздер ме, ұнай ма білмеймін. Сол үшін каналға жазылып, қолдап кетіңіздер. Бірақ та мен өзімнің әрекет жасап бастадым. Бір жылға осы жоспар қойдым, сол жоспар бойынша әрекет жасап жатырмын. Сен өзіңді басқалардан салыстырмау керексің. Мысалға, күннен кейде салыстырасың да. Мына жұрттың баласы видео атыр ғой, машина алып тұрғандай алып қойды. Оның бәрін сен өзің аласың, әрекет ету керексің. Өз жолыңды таңда, өз жолыңмен жүру керексің, біреудің жолымен жүрмеу керексің. Біреу кино түсіріп бастадың, сен кино түсіріп кету керек жоқ. Сен өз жолыңды таңдап, өзің күшіңді өзің тану керексің. Басқалардың сенбесе де сен алға жылжу керексің. Басқалар мысалға сенбейді саған, қолынан келмейді, не істейді деп ше. Мысалға, мен видеоларымды мен қазір көре ма, көрмей ма білмеймін. Бірақ сіздерден қолдау күтемін. Мен бірақ әрекет жасап жатырмын, осы видеоларды күштеп түсіруге. Бірақ та мен былай шештім, қызық болсын деп, осы бастапқы 8-9 видеоларымды монтаж салып көрейін. Қалай адамдар ұнай ма, ұнамай ма. Если ұнап жатса, мен одан тағы да заттар аламын. Менде қазір еш нәрсе жоқ, телефоннан басқа. Енді өзіңе сен, қорқынышыңа қарама деген не бар. Біз мысалға әрекет етпей қорқып қаламыз. Жоспар көп емес, идеяларымыз бар, бәрімізде идея бар. Мысалға, мына жерге барғың келіп тұр да, мысалы машинамен барамын дейсің да, машинаң бұзылып қалды. Бірақ сен ол жерге бару керексің ба? Сен басқа да жолдар іздейсің, варианттар іздейсің, әрекеттесің. Сол сияқты өзіңе сенімділікті қорқыныштарға қарамау керексің. Машинам бұзылып қалды, бара алмаймын десең, сен уже қорқып қалдың.
бұл кездесуге шақырдым. Мысалы сенің машинаң бұзылып қалса таксимен бара аласың, автобуспен бара аласың, неше түрлі заттармен баруға болады. Сол үшін өміріңді өзгертуді бүгіннен баста. Ертең деп заттарды ертеңге қалдырма, еш нәрсені ертеңге қалдырмау керек. Ой, ертең істей аламын деп айтсаң, болды, сол ертеңге қалады, сол ертең ешқашан істелмейді. Сен уже ертең деп айтып қойдың, миыңа нагрузка беріп қойдың. Мысалға, саған бір затты жинап тасташы деп, сен мысалы жұмыстарыңда бәрін жоспарлап қойдың, ертең жинаймын деп жоспарладың, бірақ сен ертеңгі күні ол жоспарды істемесең, сен значит оны миыңа уже белгілеп қойдың, ешқашан істемеймін деп. Сол үшін ешқашан берілмеу керек. Бір істі бастадığında өзіңе сену керексің. Ешкім сенбесе де өзің сезіну жетістігіне жетудің басты қадам екенін түсіну керексің. Сол мен мысалға қазір білмеймін, видеолар қызық ма, мен өзім қорқыптым, видеоларды ешкім көрмейді, не істемейді деп. Кез келген адам қорқады, дұрыс па, жоспар құрады. Бірақ та бұл видеоларды сенің қорқынышың жеңу үшін салып жатырмын. Мен де өзім қорқамын, түрімді түсіруге, неге түсіруге. Любой адам қорқады, бірақ мен қорқынышымды жеңіп, осы видеоны сендер үшін түсіріп жатырмын да, әрекет етіп көрейін деп. Бұйырса сіздерден қолдау күтемін. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Кездескенше сау болыңыздар.